Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін бізде 83-ші сабақ етістік туралы білетінімді еске түсіремін. Бірінші жаттығу, мәтінді мұқият тыңда. Атамның кабинетінде үлкен портрет ілулі тұратын. Ол кісінің сәл күлімсірей қараған жанарынан бір жылы сәуле тарап, жүрегіңді мейірімге бөлегендей сезілетін. Бірде Ержан атасына қызық сұрақ қойды. Ата, ана кісі сіздің әкеңіз бе? Деп Әуезовтің суретін көрсетті. Атам Ержанға мойнын бұрып, кімді айтасың? Немересінің шошайған саусағының нені нысанаға алғанын көріп, күліп жіберді. Ол ұлы адам, өте үлкен жазушы деп түсіндіре бастағанда, Ержан балағаттан шыдамсыздықпен сөзді бөліп жіберді. Ол да момышұлы екен ғой. Неге момышұлы болады? Атам таңданған кейіпте қолындағы 2-3 хатты үстел үстіне тастай салды. Ешқандай момышұлы емес, ол Мұхтар Әуезов деді. Өзіңіз ұлы дедіңіз ғой, ұлы болса, ол да момышұлы болады деп Ержан өз жорамалын айтып қояр емес. Атам басын шайқап, немересіне ұқтыруға кірісті. Зейнеп Ахметовадан. Енді мәтін бойынша тапсырмаларға келсек. Мәтін кім, не туралы? Мәтін Мұхтар Әуезов туралы, үлкен портрет туралы, атасы мен немересі туралы, ұлы сөзінің беретін мағынасы туралы. Балалар, мәтін Мұхтар Әуезов туралы және де ұлы сөзінің беретін мағынасы туралы. Атасы ұлы сөзінің мағынасын қалай түсіндірді деп ойлайсың? Атасы ұлы сөзінің мағынасын сауатты, елге сыйлы, бар адам құрметтейтін, ақылды, дана, көреген адамды ұлы адам деп атаймыз деп түсіндірді деп ойлаймын. Төмендегі қай пікір ақиқат екенін мәтін бойынша тексер. Бірінші, кіреберісте атамның портреті ілулі тұратын. Бұл қате пікір. Себебі атасының портреті кабинетте ілініп тұратын. Екінші, атасы немересіне ұлы сөзінің мағынасын түсіндірді. Мәтінде атасының немересіне ұлы сөзінің мағынасын түсіндірген жері жазылмаған, сондықтан да бұл қате пікір болуы мүмкін. Үшінші, Ержанның жорамалы бойынша портреттегі кісі момышұлы. Бұл дұрыс пікір, себебі Ержан портреттегі кісіні момышұлы деп ойлайды. Ұлы деп қандай адамды айтады? Сұраққа жауап бер, жаз, етістікке сұрақ қойып, астын сыз. Ұлы деп кемеңгер, ақылды, дана, оқымысты, ойшыл, данышпан, білімді адамды ұлы адам деп айтады. Бұл жердегі етістік айтады сөзі не істеді деген сұраққа жауап береді. Бұл жерде айтады сөзі етістіктің қызметін атқарады. Келесі тапсырма, оларды қандай қасиеттері атақты етті? Тиісті белгімен белгіле. Мұхтар Әуезов қаталдық, білімділік, ақылдылық, мейірімділік. Осылардың қайсысы Мұхтар Әуезовті атақты етті деп ойлайсың? Әрине, білімділік пен мейірімділік. Бауыржан Момышұлы қаталдық, білімділік, ақылдылық, мейірімділік. Осылардың қайсысы Бауыржан Момышұлын атақты етті деп ойлайсың? Әрине, қаталдық пен ақылдылық. Екінші жаттығу, көп нүктенің орнына тиісті етістіктерді қою арқылы сөйлемдерді толықтырып жаз. Мұхтар Әуезов Абай жолы романын жазды. Онда Абайдың бүкіл өмір жолы баяндалады. Сөйлемді етістіксіз айтып көр. Етістік не үшін керек екен? Енді сөйлемді етістіксіз айтып көрейік. Мұхтар Әуезов Абай жолы романын. Онда Абайдың бүкіл өмір жолы.
Егерде сөйлемде етістік болмаса, сөйлемдегі негізгі ой тиянақты жеткізілмейді екен, және де аяқталған ойды білдірмейді. Сондықтан да сөйлемдегі етістіктің маңызы өте зор, етістіксіз сөйлем құрастыруға келмейді. Үшінші жаттығу: кім не істейді? Екі бағанды сәйкестендіріп жаз. Батыр не істейді? Батыр ерлік жасайды. Жазушы не істейді? Жазушы кітап жазады. Ақын не істейді? Ақын өлең жазады. Суретші не істейді? Суретші сурет салады. Биші не істейді? Биші би билейді. Жарайсыздар балалар. Осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Видеоға лайк басып, міндетті түрде каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сонда келесі видеоларды бірінші болып көретін боласыздар.